Мен Әндір Дидар, экономика факультеті менеджмент 21 тобының старостасымын. Экономика факультеті 1996 жылы оқу зерттеу ғимаратында негізі қаланып, бүгінгі таңда 6 кафедра жұмыс істейді. Олар менеджмент, есеп және талдау, экономика және кәсіпкерлік, мемлекеттік аудит, қаржы және туризм кафедралары. Факультет деканы Қазақстан Республикасы экономика ғылымдарының кандидаты Жағапарова Аида Орынтаевна. Экономика факультеті университетіміздің ең іргелі құрылымдарының бірі. Ол ел дамуына қажетті кәсіби білікті мамандарды даярлап келеді. Бүгінде факультетіміз Қазақстандағы экономика мен туризм салалары бойынша жетекші білім ордасы. Факультетіміз білім жолында да, спорт саласында да биік белестерді бағындырып, республикалық, халықаралық түрлі жарыстар мен байқаулар, олимпиада, рейтингтер бойынша көш бастап келеді. Экономика факультетіне берілген аудиториялар ыңғайлы, жайлы және қазіргі заманға сай жабдықталған. Біз теория мен практиканы ұштастырып, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жан-жақты мамандарды дайындаймыз. Экономика факультеті болашағыңды нықтайтын сенімді қадам. Экономика бұл тек есеп емес, елдің еркіндігіне салынған негіз. Ендеше, менің факультетім білім мен бәсекеге қабілеттілікті өмірлік ұстанымға айналдырған орта.